Әлем сәлем сәлем көзек менің қош келдіңіз. Менің қош келдіңіз. Бүгінгі влог. Мен көшесінде тұрдым. Сағат келді 10-дарда тұрдым. Потом завтрак ішіп алдым, бірақ оны сөйлем кеттім. Потом тездетіп киініп кетіп шашымды тарап, өріп, сөріп, түйіп біраз істедім. Одан кейін біз әже бәріміз базарға бардық. Базардан шоппинг дэй, айлық түсті. Шоппинг дэй болды. Біз шықтық гулять етуге, мына осындай сәкі бар да, кіріп, түгел, мамам, потом екі младшая сестрам бар, қалған сестра, інім бәрі. Мына мен сестраңка, тәпішкемен жүрсің ғой, тәпішкемен, короче. Сонда әдемі жап-жасыл үй жақ, біз үй жақ өте әдемі. Білмеймін, өзім ұнайды. Мен бұл үй жақта кішкентай кезімнен бері бар, бұл үй жақ. Потом менің сестренкам, ол сестренкам где-то 3 либо 2, не помню. Короче, әжейдің туған күні почти бір күн, бір сағат па, 2 сағат барғасы, короче. Машина оттық, заттарды алдық, 3-4 зат алдық, сосын қайтадан шықтық, басқа нәрсе алуға. Просто, вы представляете, қалай мен машып кетті аналардан. Просто біреу анаға қашты, екінші жолға қашты, үшінші туалетке қашты. Артынан жүгірдік қой, просто ужас. Потом біз клубника екенбіз, клубника жеп оттым, өте дәмді. Потом видеомонтаждан, ну вот, а то мынандай гусный, сушный, котлет пісіріп берді мамочкам. Бірақ мен жемедім, өйткені маған ұнамайды котлет деген нәрселер. Потом былай киіндім, астымда пижама, үстімде кофта, сумка, Луи Виттон. Спойлер, потом шалбар киіп берді, осы мен кафеге бар деп. Короче, басқа общем, нағашы жеміне бардық, одан кейін бір басқа общеміне келдік. Басқа общемінде мынандай шарболшымен ойнады мыналар. 2 жынды бір-біріне лақтырып. Біз, короче, тәтемді күттік, шып кафеге баруға. Біз үш кафеге келдік, біз барында сөт үш қапты. Сосын самақ жеп болғаннан кейін бар сөт қосып, әңгіме айтып, отырдық столдың үстінде. Потом біз үйге қайттық, такси әрең таптық. Түнгі 1-де ағамның досы алып кетті бізді. Сосын үйге қайттық, осымен болайық, бай-бай.